Бүгінде балаларға арналған көптеген мультфильмдер бар. Олардың көбісі көңілді, тәрбиелік мәні бар, балаларды қуанту үшін жасалады. Бірақ кейбір көрермендер, әсіресе ересек адамдар бұл мультфильмдердің астарында ерекше мағына, кейде тіпті сұмдық немесе қорқынышты теориялар бар деп ойлайды. Сондай мультфильм бірі «Три кота». Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанымыз арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Достар, біз бүгін «Три кота» мультфильм туралы айтатын боламыз. Достар, онда бастайық. «Три кота» Ресейде жасалған балалар мультфильмі. Оның басты кейіпкерлері мысық балалары Коржик, Карамелька және Компот. Олар үнемі қызықты оқиғаларға тап болады. Түрлі нәрселер зерттейді, ата-анасымен және достарымен бірге уақыт өткізеді. Бір қарағанда бұл өте мейірімді, тәрбиелі мультфильм сияқты. Бірақ желіде бұл жай ғана мультфильм емес, оның артында жасырын мағына мен сұмдық шындық жатыр деген қауесеттер бар. Кейбір адамдардың пікірінше бұл үш мысық ғылыми эксперименттердің құрбандары. Оларды адамдар арнайы зертханада жасанды түрде өсіріп, ерекше ақылды етіп шығарған. Бұл теорияда айтылуынша олар нағыз мысықтар емес, адам мен жануар арасындағы гибрид. Мультфильмнің әрбір эпизоды олардың тәжірибеден кейінгі мінез-құлықтарын бақылау құралы. Ал ата-анасы мен мұғалімдер зертханада жұмыс істейтін адамдар тек мысық кейпінде көрсетілген. Шын мәнінде олар тірі емес. Тағы бір теорияға сәйкес, бұл үш мысық кезінде бір үйде болған мысықтардың аруағы. Үй өртеніп кеткеннен кейін бұл мысықтар тірі қалмаған. Бірақ балалар оларды жақсы көргені соншалық, олардың рухы басқа әлемде өмір сүріп, осындай мультфильм ретінде көрініс табады. Сондықтан олардың әлемінде ешқандай нақты қауіп, ауру не өлім жоқ. Барлығы тек бақытты, жасанды әлем сияқты көрінеді. Бұл теорияда «Три кота» кейіпкерлердің бір уақыттық циклде тұрып қалған. Әр серияда олар ұқсас оқиғаларды бастан кешіреді, бірақ ешқашан есеймейді, мектепке де бармайды. Олардың өмірі бір күн сияқты үнемі қайталана береді. Бұл мүмкін балалардың миына арнайы әсер ету үшін жасалған жасырын бағдарламаның бөлігі деген пікірлер бар. Тағы бір танымал теория, бұл мультфильм балалардың миына әсер ететін құрал, яғни олардың тәртібін, ойлау қабілетін басқаруға арналған жасырын жоба. Көптеген ата-аналар байқаған, бұл мультфильмнен кейін балалары кейде мінезін өзгертеді, кейіпкерлердің айтқан сөздерін қайталайды, тіпті ашуланғыш бола бастайды. Мұны кейбіреулер көзге көрінбейтін код немесе жасырын гипноз деп атайды. Кейіпкерлердің ата-анасы үнемі тым сабырлы және бәріне риза сияқты. Бірақ бұл шынайы емес. Жасанды мейірімділік көп көрермен байқаған. Олар ешқашан балаларына қатты ренжімейді, оларды шектеулі тәртіппен ғана тәрбиелейді. Бұл мінез оларды нағыз роботтарға немесе бағдарлама бойынша әрекет ететін кейіпкерлерге ұқсатады. Осыдан келіп олардың отбасы шынайы емес, тек сырттай көрсетілген идеалды отбасы болуы мүмкін деген ой туады. «Три кота» сырт көзге мейірімді әрі тәрбиелік мультфильм болып көрінгенмен, оның астарында жасырын сұмдық теориялар көп. Бұл теориялар нақты дәлелденбесе де, адамдардың ойлануына, балалардың мінез-құлқына әсер етіп, мультфильмге деген көзқарасты өзгертуі мүмкін. Сондықтан да біз, ата-аналар мен көрермендер кез келген мультфильмге сын көзбен қарап, оның тек сыртқы қабатын ғана емес, ішкі мағынасына түсінуге тырысуымыз керек. Біз бүгінгі видеода Лабуды шақыратын боламыз. Не дауыс? Ё-моё! Шықтық! Ал достар, біз қазір Лабуды осында шақыратын боламыз. Сәлем құрметті көрермендер, сіздермен бірге Сұлтанымыз арнасы. Біз бүгінгі видеода Лабуды шақыратын боламыз. Менің жаныма өз досымды Қанатты алып алдым. Бүгін біз не істейміз, Қанат? Бүгін біз Лабуды шақыратын боламыз, достар. Бізбен бірге болыңыздар. Арнаға жазылып, лайк басып кетіп, ең керемет комментарий жазып, 5000 ұтып ал. Достар, онда не істейміз? Бастаймыз! Sultanos, 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 Sultanos. Aranaga жазылып, лайк
Достар, біз досымыздың гаражына келдік. Бұл гараж бойынша қанадан әңгімелеп берсең. Бұл гараждың тарихына келетін болсақ, бұл жерде екі адам қайтыс болған дейді. Оның короче астында вообще жиналмаған адамның аяғы кірмейтін жері бар. Қазір біз сол жерге кіріп лабуны шақырып көретін боламыз. Иә, жаңа досымыз айтты, байқандар еді, кальон болсын деді. Енді лабуды ешкім шақырмаған қазақ ютубында. Біз алғаш рет лабуды шақырып тұрық. Достар, ағына азлайық, лайк басайық. Давай, опять түсіп тұр, біз секіреміз көшеде. Давай. Бір. Сен бірінші секірсің, мен екінші секірем. Лайк басыңдар осы үшін, давай. Бисмилlah. Достар, міне біз досымыздың гаражынан келдік. Қанат есікті ашып жатыр. Қалай ашып отыр ма? Көзбен қызық болып кетті. Лабуы деп көшіп алып кетті. Қорып отырғаннан ше. Кішкене қорқыныштылау ма ше? Бисмилlah деп көресің ғой бұндай жерде. Бисмилlah. Осы жерде екі адам өтедіміз де? Міне, короче, нартисктелер ома. Нартист көрсетіп жүресің ба? Нартистке, короче, ешкім кімейді. Негізі ағаштармен жауып тұру керек. Жаңа досым айтқантын таңертең деп ашып кетші. Жаңа Google'дан қарадым. Лабу шақырып алады екен жынды. Бірақ ол лабу ойыншық болып келе ма, жын болып келе ма білмейміз. Бірақ ол үшін есікті барлығын жауып қараңғы жерде отыру керек. Астында светтің жоқ қой. Шақырту керек, короче, осы жерге. Бірақ біртүрлі болып тұрмын что-то. Есік жауып қоймыз ба? Бұға досымыздың пачкасын көрейін бе? Бізге керегі. Еще жақсы сияқты. Қарап тұру кішкене біздікі. Мен опять түсірем, ол жаққа алыс қойып берсең, кішкене жақындасаң. Молодец. Міне біздің крейс киігіміз осында енді. Осы крейс киікқа енді біз лабуды шақыруымыз керек. Лабу кел, лабу кел, лабу кел, лабу кел, лабу кел, лабу кел, лабу кел. Ашық ма? Бет алып шықты ма жаңа? Ебай, ажақтың шыққан тұрады. Жақсы ғана еді, астына ешкім жоқ қой. Кет па? Түсеміз ешті. Şu қорқыттым мен. Мен қорқыттан өтіп, мен семеймін онда, жоқ ешке. Мен ол. Жүрсей, оператор кет. Кет, бар еді. Нет, ладно, что да? Жағасы ма? Ты түсі Сен, да. может, мен ұстаймын камераны? Давай, кет па? Не бар. Дәй, свет жоқ енді, қорап отырмаш. Мен саған отвечайын ақта, адам өттің сенбеймін. Қандай кішкентай жерде қалай адам көпсе. Ал менен анасы? Бә білмеймін, андай бар, кішкене қорқыныш жер екен андай бір. ебать, мына қарындастай аяқтан ойыншық жүріп жатыр, ебать. Арақта ебать. Қазір лабу ойбай. Қайда еді? Сыртқа шығып кеткен сияқты. Қандай oldu? Тұрғанда білесің лабу сен. Байқамадым. Бірден шықты. Ё-моё! Байқашы. Ашқан. Не видос? Ебать. Эй! Мен телефон мұны! Ё-моё! Ебать! Шық, дұрыс! Телефон ал! Әкел болды, әкел. Ай! Ана жерде прикинь! Ана жерде көрген! Не көрдің? Ана жерде біз лабу көрдік. Қандай лабу?
Білмеймін, қызыл осылай түсті. Ё-моё, бөлек қойшы. Міне. Қайда? Тоқта. Қайда лабу бұл? Ар жақта тұрды ма жаңағы? Üstü dağ çıktı. Ekran kritik çıktı ne? Ne dağ çıktı canım? Ё-моё! Ё-моё! Çıktı kız! Yapma! Достар, міне біз қайттан келдік. Гаражға. лабу ішінде жын бар екенін көрдік. Соны бізге енді шығару керек. Кетіп қайттан кіреміз. Достар, барлық сіздер үшін қорқып тұрғанымыз бар енді. Ана жақта болды. Мына жақта олайды. Мына жерге кіреміз ойында. Тоқыш болды. Ты спас? Қолмен ұстауға болмай ма? Братан, қолмен ұстауға болмайды. Братан, қолмен ұстауға болмайды. Бір нәрсемен ұстауға болмайды. Достар, шынымен лабу ғой мына. Ішіне кірді маған. Қайтарып тек, родной. Жанағым. Болмайды. Ебать, изолента қайда кеткен? Ё-моё! Изолента! Жауып саған ба? Тұрш! Айта берейікші! Лабу кет! Лабу кет! Ебаный велосипедальный алып кетпесіңіз. Бол кетекші жыл. Қараш! Еба, сонда да түспейді ғой, қараш, не түсіп кететін момент қой, қараш. Ё-моё! Еба, қалай ұсталып тұрған, қараш. Кеткемейді де. Лабу, кет ұстама қолмен. Лабу, кет. Лақтырма! Өз орнына апарайық. Қайдан шықты соған апару керек. Тоқта! Ертең қайттан шығуы мүмкін. Байқаш! Қалай апарамыз? Өзі тұш. Шынымен жын сияқты. Мынадан кейін даже. Яғызын келемес, бәрі. Тапсашын. Жет, жабыш қарасы. Кет. Ё-моё, жап. Жап. Жабылды ма? Ебаны, жабылмайды ғой. Жаппа қойықшы. Жоқ, кішкене атып кетір. Türkan'ın öyle boklar saklamaz. Ё-моё. Біз қоштасамыз.
Достар, ал бұл шақырдық. Енді сіздер үшін барлығы арна разылайып басып кетіңіздер. Бізді қолдап кетіңіздер. мынадай плохо шақырмайды. Қош, сау болыңыздар. сау болыңыздар.